Әлжан балам, ағаңа арнап асып салатын қоржын тігіп отырмын балам. Қараңдаршы балалар, қазақта қандай әдемі оюлар бар, Мысалы, қошқар мүйіз, түйе мүйіз деп айтамыз, балалар. Осындай әдемі оюларымызда ата-бабаларымыз бұрын ою өрнектер жасаған, киіз үйлер, қазақ халқымыз ұлттық киімдерге, бас киімдерге қолданылған екен, балалар. Қараңдаршы, қандай әдемі, Біздің қоржынымыз дайын болды, Сендерге ұнады ма, балаларым? Жарайсыңдар. Олай болса, мен ағаңды шақырайын, Омар балам, келе ғой. Балам, қарашы, саған әдемі қоржын тігіп қойдым. Ұнады ма саған? Олай болса, мен саған қазір асық салып берейін ішіне. Келе ғой, балам. Ұнады ма саған? Ұнаса саған, балалар. Түскі уақыт болып қалды, әкелеріңіз өрістен келетін уақыт болыпты. Тамағымызды дайындап қояйық. Жүре ғой, балам.